Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Барлық YouTube көрермендерге жалынды сәлем. Бүгінгі түсіріп отырған видеоның тақырыбы Википедия жайлы болмақ. Википедия дейді. Википедия дегеніміз бұл энциклопедия, интернет-энциклопедия. Қазақша Википедияның анықтамасында жазылған, міне басында. Қош келдіңіз. Википедияға қош келдіңіз. Бұл кез келген адам еркін өңдей алатын ашық және тегін энциклопедия. Яғни кез келген адам интернетте отырған осы жерге өзі мақала жаза алады. Жазған мақаласы энциклопедиялық талаптарға сәйкес келуі керек. Біздің қазақ энциклопедиясында қазір 228.127 мақала бар. Википедия бұл әлем бойынша танымал сайт. Қазақша нұсқасында танымал. Бірақ менің шын айтқанда осы қазақша Википедияға көңілім толмайды. Не себепті? Себебі бұл жерде аз белсенділік аз деп айтса болады. Және мақалалардың көбісі сапасыз, дұрыс жазылмайды. Енді мен ешкімді кінәлағым да келмейді, өйткені мүмкін сондай шығар, мүмкін сондай бір танымал болмай тұрған шығар. Сондай Википедияны танымал ету болмай тұрған шығар деп ойлаймын өзім. Жалпы Википедиядағы мақалалар жайлы айта кетейін. Википедиядағы мақалалар энциклопедиялық талаптарға сай жазылу керек. Мысалы, АИВ житс, яғни спид туралы жазылған мақала, мына жерде адамның иммун тапшылығы вирусы, ол туралы, бір мысалы мақала жазған кезде сол туралы ақпарат беріледі. Және ақпарат берілген кезде бұл жерде бейтарап түрде берілу керек. Яғни біреудің артық пікірі, эмоциясы қосылмай, таза факт күйінде. Және алынған сайттардың сілтемесі көрсетілу керек. Мысалы қараңыздар, мына мақалада былай жазылған: адамның иммун тапшылығы вирусының анықтамасы берілген. Адамның иммун тапшылығы вирусы қоздырған инфекцияның организмге әсерінен дамитын дертті жағдай. Мына жақта 7, 8, 9 деген цифрды көріп тұрсыздар. Бұл жаңағы сілтемелер сайттың қай жерден алынған туралы. Міне астында көрсетіліп тұр. Ағылшынша AIDS the first 20 years, the New England Journal of Medicine дейді. Осы жерде қайдан алынған, осы ақпараттың қайдан алынғанын былай басып, сілтемені басып көруге болады. Мына көре алмайды екенбіз негізі. Астында сілтеме тұр. Мынау бір кітаптан алған екен, сондықтан біз оны көре алмай тұрмыз. Мынау Google-дан алған кітап. Яғни өстіп мақала, жақсы мақала, мынау таңдаулы мақала осылай көрсетіліп тұрады. Жалпы қазақша Википедия жақсы дамыса, қазіргі таңда барлығы интернетке байланысты болып кетті ғой бізде. Сондықтан қазақша Википедия жақсы дамыса, жақсы мақалалар жазылса, ол кезде біздің қазақ тілі де жақсы дамиды. Себебі бұл жерде бұл Википедия бұл орысша айтқан кезде серьезный сайт. Яғни Google мысалы кез келген адам қазақша бір ақпарат іздеген кезде алдымен Википедиядағы мақаланы шынайы деп көрсетеді. Шынайы, сол кішкене жақын деп бірінші бетке шығарып көрсетеді. Сондықтан Википедияның қазақ тілінде интернетте дамудағы маңызы зор. Жалпы сіздер Википедияға қаншалықты атсалысасыздар? Википедия сайты жайлы не білесіздер? Комментарийге қалдырып кетіңіздер, лайк басыңыздар осы видеоға. Сіздерге өте рахмет осы видеоның соңына дейін қарағандарыңызға. Аман сау болыңыздар. Комментарийге жазып кетіңіздер пікірлеріңізді.